бәріңіз білесіздер, тағы да бізде қазір онлайн көріп отқан кісілер болатын болса, танымай қалуы мүмкін. Біз Pixoft компаниясының ішінде қазір Picon конференциясын ұйымдастырудамыз. Менің есімім Дәулет, мен Pixoft компаниясының жоба менеджерімін, Түркістан қаласының тумасымын. 96 жылы дүниеге келгенмін Түркістан қаласында. 2014 жылы оқуды бітіріп, Алматыға арман қуып, 2014 мектеп бітірдім. Алматыда оқуға түстім. Қазақ ұлттық университетіне 4 жыл сояқта білім алдым. Ақпараттық жүйелер мамандығында 2 жыл, ақпараттық жүйелер қауіпсіздігі мамандығында, яғни SIP дейді орысша, сол мамандықта 2 жыл білім алдық. Осы Бағла мырзамен сол жақта таныстық, группалас болдық. Енді еңбек жолымда ең алдымен мен өзім программист болып бастадым, фронтенд разработчикпін. Фронтенд разработчик деген сөз, ол фронтенд разработчик, яғни мен ең алғаш қарапайым сіздер сияқты, фуллстек разработчиктер сияқты HTML, CSS, верстка жасаумен, лендинг пейдж жасаумен бастадым. Мен ол кезде ғаламат технология деген компанияда басында стажировкадан жүрдім, одан кейін сол жақта жұмыс жасадым, жалпы алғанда 1,5 жылда жұмыс жасадым. Одан кейін бэкэндке өттім, яғни фуллстек болуға армандадым. Фуллстек болдым, И2-де код жазуды бастадым. Одан кейін ары қарай осындай жігіттермен, Асылжан мырзамен таныстым. Ары қарай осы Бастау инновация компаниясы құрылды. Одан кейін Pixoftқа өттік. Сол уақыттардың арасында өмір, яғни осы компанияның ішкі жұмыстары мені осы жоба менеджері болуына әкеліп сүйреп алып келді. Яғни мен жоба менеджер болайын деп болған жоқпын, жалпы өмір солай алып келді. Клиенттермен сөйлесу керек болды, ары қарай түрлі мәселелерді шешу керек болды. Ол үшін осындай жоба менеджері қызметінде жұмыс жасау маған міндеттелді. Жалпы менің Instagram парақшамды көрсеңіздер болады, Дәулет онлайн, жазылып қойыңыздар. Одан кейін сол мен тарихымды суреттерден көрсеңіздер болады. Басында мына жерде біздің мен ғаламат компаниясында жүрген кезім, мына жерде жаңағы біз сол бастауды бастап жүрген кездегі кезіміз. Одан кейін мына жерде мен Чехияға барып 2 апталық стажировканы өтіп қайттым. Және қазір біз Pixoft компаниясында осы жұмыс жасап жатырмыз. Жалпы менің айтайын деген тақырыбым ол қазір IT саласындағы жобалар мен өнімдерді басқаруда қолданылатын әдістемелер, яғни орысша айтқанда методология. Методология деп айтылады. Қазір таңда 2 негізгі методология бар. Олар сіздер білесіздер, жаңағы waterfall деп айтты, яғни сарқырама деген. Сарқырама. Одан кейін екінші ол agile. Agile, қазір мен сарқырама жайлы кішігірім айтып кетейін. Сарқырама ол яғни қарапайым басқару жобалар мен өнімдерді жасау барысындағы басқару жүйесі, яғни бірден кейін бірінші задача беріледі, ол жасалып болған соң екінші задача беріледі, солай кете береді, сарқырама сияқты. Ал agile ол ағылшынша қазақ тіліне аударғанда ағылшын тілінен икемді деген мағынаны білдіреді. Яғни көріп отқандарыңыздай өндірісті икемді басқаруды, яғни икемді басқаруда қолданылатын методологиялардың жиынтығының термині. Яғни бұл негізі методология деген қате ұғым екен. То есть ол agile деген ешқандай методология емес, ол жай ғана философия, жай ғана сол бірнеше инструменттерді бір топтастырып, осыған agile деп атау берген екен. Негізгі agile негізгі 2 түрі болады. Мына екеу альтернативный версиялар болса, олар ең бірінші Kanban, одан кейін Scrum. Енді бұл жерде қарап айтатын болсақ, қазір Scrum жайлы да Kanban жайлы толыққанда айтып отырмыз, өйткені кез келген осы IT саласында жұмыс жасайтын адамдар бұлардың разницасын, бұлардың айырмашылықтарын, кім қандайға жауап беретінін нақты білу керек. Ең бірінші Agile'дағы ұғымдар түсінейік. Agile'да өзі story point, user story деген ұғымдар бар. Жаңағы Бағла мырза да айтып кетті, ол user owner дейді, яғни project owner дейді, яғни проекттің несі, владельцы болады, ПО. Бұл проекттің, ол біздің тапсырыс берушіміз болуы мүмкін. Ол біздің заказчик болуы мүмкін, болмаса жаңағы
біздің осы проектінің қолдап жатқанда сол генеральный директор болуы мүмкін, бір какой-то біздің партнер компанияның, олар бізге осындай задачалар қойып отырады. Ол задачаларды user story деп атайды. Яғни қолданушының өндіріс командасына беретін жасалыну тиіс тапсырмалар тізімі. Оларды біз user story деп атаймыз. User story'да әр user story'дің өзінің салмағы болады. Story point деген болады. Біз осы жерде story point-ты қалай есептейміз деген сұрақ болады. Көбінесе, мысалы, компаниялар story point-ты салмақ бойынша есептейді. Мысалы, уақытқа көп қарамайды екен. Мысалы, бір задачаны 5 сағат жасау мүмкін, ал бір задачаны 15 сағат жасау мүмкін. Бірақ 5 сағатты задачаны story point көп болуы мүмкін. То есть, сол уақыты оған сәйкес келмейді. Бірақ менің өзімнің тәжірибемнен алатын болсақ, қиын задача, қиын тапсырма, ол көп уақыт талап етеді. Яғни біздің веб саласында бәрібір уақытпен біз санасуымыз керек. Сол себепті көп компаниялар, және біздің де компания, Pixoft компаниясы, story point-ты уақытқа қараймыз. Біз бір SP-ны 1 сағатқа теңестіріп, солай баламалаймыз. Келесі Scrum жүйесі, ол Scrum деген ағылшын тіліндегі регби ойын білесіздер ғой жалпы? Регби ойында Scrum деген термин бар. Ол дәл мына процессті айтады. Енді басында командалар дайындалып тұр, бір-бірімен тепсем деп допталып ұтам деген сияқты. Бұл жерде, яғни Scrum'да да дәл сондай. Scrum'да командалар өзіне қажетті минималды ресурсты жинап алады. Мысалы, оған жаңағы уақыт ресурс болуы мүмкін, уақыт алып алады. Маған 3 апта керек деген сияқты. Бір какой-то проект жасауға. Маған осынша ақша керек, маған осынша продукт керек, маған осынша разработчик керек, маған осынша дизайнер керек, и маған бір тестировщик керек дейді. Команданы дайындап алады да, болды, спринтті бастай аламыз дейді. Яғни Scrum'да осындай ұғым бар, және спринт деген ұғым бар. Спринт деген ол көлемі нақтыланған тапсырмаларды орындауға берілген уақыт аралығы. Яғни ол жаңағы 2-4 апта дейді, 1 аптада спринт болуы мүмкін, 2 аптада болуы мүмкін, ары кетсе көбінесе 4 аптаға спринт болады. Scrum'ның тарихын айтатын болсақ, бұл ең бірінші жаңағы 2 жапон ғалымдары, яғни Хиротака Такуэти мен Икудура Нанока деген ғалымдар, олар осы The New Product Development Game деген шығарымға өзінің осы бірінші мақаласын жариялаған. Сол мақаласында осы Scrum жүйесін осы регбиге ұқсатқанын айтады. Бұл жаңағы жапон ғалымдарының айтқан нәрсесі солай Scrum деп аталып кеткендіктен, бірақ оны ең алғаш 2009 осы Швабер мен Сазерленд деген 2 осы кісі шын мәнінде Scrum ретінде, методология ретінде ұсынды әлемге. Мына жерде оң жағында тұрған ол Швабер мырза, мынау Сазерленд мырза. Бұл кісілер осы Scrum'ның кітаптарын жазады. Scrum Guide деген кітаптар бар. Яғни Scrum ол бір жайылып кеткен ұғым емес, ол нақтыланған бір жүйемен жүретін методология. Яғни сіз мысалы Scrum'ды қолданамын дейсіз, өзіңіздің ойыңызды құрастырып біраз кете алмайсыз. Яғни Scrum'да нақтылық бар. Енді келесі бетке өтетін болсақ, бұл жерде Scrum'да жаңағыда Бағлан мырза айтып кетті. Бұл жерде тестілеу де бар, барлығы бар. Яғни мына жерде бізде бірінші продукт бэклог дейді. Бұл бэклогтың, яғни бұлар мысалы бізге жаңағы заказчик айтады, бізге осындай дүниелер жасау керек дейді. Мысалы, сайт болатын болса, біздің жағдайда веб-сайтта бізге мынандай функциялар қосу керек, корзина болу керек, мынандай уведомление шығып тұру керек, бізде мынандай сертификатты генерациялау керек, бізде мынандай мобильді қосымша API болу керек, мынау керек деп бізге береді. Одан кейін жаңағы Scrum жүйесінде былай басталады. Мына жерде проект менеджер айтады, так, бізде мынанша разработчик бар, біз осынша разработчикке тек мынанша ғана задачаны жасай аламыз дейді. Бір айға задачаларды алып алады. Одан кейін спринт басталады. Спринт басталған кезде спринттің соңында тексеріс болады. Қалған задачалар қалып қалуы мүмкін, спринттің соңында оны қайттан бэклогқа жібере салады. Бэклогта қайттан келесі спринтке түсуге дайындалып тұратын болады. Яғни немесе тестілеуден қате болатын болса, тестілеуден тағы да ол разработчиктерге жіберіледі. Одан кейін соңында дайын күйде жаңағы продқа барады. Scrum жүйесінің артықшылықтары бар. Бұлар тапсырмаларды визуалдауға көмектеседі.
мысалы тақтаға шығара аламыз, ол міндетті емес, бірақ скрам жүйесі осындай. Жаңа жобаларды әзірлеп релиз жасауға ыңғайлы, содан кейін жұмыс ағынын көріп, осал тұстарын анықтай аламыз, одан кейін есеп жүргізу арқылы жұмыстың өнімділігін де арттыра аламыз. Келесі оның бірақ кемшіліктері бар. Оның кемшіліктері ол техникалық қолдау тапсырмалары ыңғайсыз. Мысалы, біз тех поддержка жасаймыз кейбір сайттарға, біз оны скрам қолдана алмаймыз өкінішке орай. Сосын жылдам орындалу керек тапсырмаларға ыңғайсыз болады, біз оны орындай алмаймыз, және жұмыс ағының осал тұсты бірден дұрыстай алмаймыз. Яғни скрамда какой-то бір процесс, бір разработчик дедлайнға үлгермей жатса, скрам тоқтата алмаймыз біз. Скрам спринт кетті ма, бітті ол. До конца спринт біткенше біз разработчиктің жұмысына да, анаған да араласа алмаймыз. Өйткені скрам гайдта солай нақтыланған. Поэтапно, то есть этап бітпейінше біз ешқандай процесске тиіспеуіміз керек. Жаңа тапсырмаларды жұмыс процесіне қоса алмаймыз. Яғни скрамда берілген, мысалы, бір разработчикке немесе бір дизайнерге задача қойылды, ол жасалып жатыр, біз оған арасында қоса алмаймыз задачаларды. Яғни скрамда сондай бір ерекшелік бар. Мына жерде скрамның диаграммасын көрсек болады. Мысалы, мына жерде story point деген көріп тұрсыздар ғой. Басында мысалы бір командаға 112 story point берілді. Мынау қызыл линия, бұл осы story point-ті жаңағы жасау графика. То есть, мысалы, ол мысалы 2 күнде уже 112 story point тұрса, яқта уже где-то бір 100 point, яғни 12 story point бітіріп тастау керек. Потом осындай, мына мысалға 5,5 күнде уже жартысын бітіру керек 112-нің, и соңында 10 күнде полный бітіріп тастау керек дейді. Бірақ жасыл бұл көрсеткіш, бұл яғни біздің команданың сол нақты көрсеткіші. Мысалы, ол мына уақытта ол мынанша жасау керек болды, бірақ олар біте алмады да, кішкене ғана қалып бара жатыр. Яғни идеальный вариант жасыл линия қызыл линияның астында болу керек. Мысалы, мына жерде қалып бара жатыр, істей алмады, бірақ келді, мына күні келді тағында өзінің дедлайны үлгеріп тұрды да, бір кезде ерте бастап кетті. Уже тиісінше уақыттан оның алдын орап бастапта, бірақ кейін қайттан финишке келген кезде дәл уақытымен спринтті аяқтап задачаларды орындады. Осы бойынша енді мына жерде сіздерге кішкене сауалнама жасайтын болсақ, мына жерде қандай командалар жұмыс жасаған айтатын болсаңыздар, прогноз қарасаңыздар, қандай идеяларыңыз бар? Мысалы, мына жерде қалай болды? Мына жерде идеальный жақсы болды, бітірді өзім уақыт. Мына жерде ше? Мына жерде story point қалып кетті, көрдіңіздер ғой? Жақсы бастап келеді да, басында кетті, мына жерде үлгермей қалып, бітпей қалды. Өйткені мына жерге бару керек еді, где-то бір мынанша 20-15%-дай story point қалып қалды. Получается, бұл осы жердегі задачаларда келесі біткен жоқ задачаларды, келесі неге жіберетін болады? Этапқа жібереді, келесі спринтке жіберетін болады. Ал мына жердегі графикте көріп тұрғандарыңыздай қалып келді команда, қалып кетті, соңында қайттан соңында үлгерді әйтеуір, уф деп. Ал мына жерде көріп тұрғандарыңыздай қандай не? Келіп кетіп қиналып бараттан, қайттан есін жинап алды. Мына жерде 5-ші бұл проект, бұл уақытын ерте бітіріп келді, соңында уақытымен бітірді. Ал мына жерде вообще ерте бітіріп тастады. Осы вариант жақсы ма негізі, или бірінші вариант жақсы? Енді қараймыз. Бұл жерде мысалы ең бірінші идеальды спринт дейді. Бұл бірінші жақсы спринт болды деген сөз. Бұл жердегі спринт қойған адамдар да, разработчиктер де жақсы жұмыс жасаған. Яғни нагрузка да болмаған қатты, бәрі идеально өткен. Мына жерде дедлайнға үлгермей қалды. Осы ең жаман спринттердің бірі. Ал мында кешігіп барып үлгерді ме, екі не бар? Бұлар мысалы кешігіп келді, үлгерді соңында. Ал мына жерде кешігіп барып жарты жолда үлгеріп жетіп алды. Негізі мына екі көбінесе бізде қайталанатын мынау болуы мүмкін, дедлайнға үлгермей қалуы мүмкін, немесе кешігіп барып үлгеруі мүмкін. Бірақ кешігіп барып үлгерген жағдайда разработчиктер жанып кетеді, қиналып қалады. Яғни ол сол спринтке үлгергенмен келесі спринтте ол уже жұмыс жасау процесі оған қиын болып қалуы мүмкін. Ал мына жерде босаңсып кеткен команданың несін көре аласыздар. То есть олар алдын ала бітіріп келді да, соңында уже босаңсып кетті да, сөйтіп уақытында бітіре салды. По идее, олар мынандай бітіре алатын мүмкіндік болды. Спринтті ерте бітті деп. Мына спринтті ерте біткен жағдай, ол жақсы жағдай, бірақ яғни сіздер команданың мощностьін жаңағы дұрыс емес санап, оларға аз задача беріп қойған болып саналады. Жалпы скрам түсінікті ғой, сіздерге сұрақтарыңыз бар ма? Жалпы скрам жүйесінде көбінесе Jira софтуэрді қолданады. Jira деген қазір осы софт бар, яғни қосымша. Бұл қосымшаны веб қосымша ретінде де, мобильді қосымша ретінде қолдануға болады. Jira-да біз осыны қолданамыз деп шештік осы 2 ай бұрын. Бірақ бізге ол өте ыңғайсыз болды.
өйткені біз көбінесе скрамға біздің жобалар келмейтін болды, өкінішке орай. Так, енді келесі скрамды айттық, енді канбан жүйесі. Канбан жүйесі ол жарнамалық қалқан, негізі жапон тілінде канбан деп атау керек, негізі ол жарнамалық қалқан немесе тақтайша осындай доска сияқты деп японша айтылады аударғанда. Бұл жұмысты дәл уақытында бітіру деген түсінікті қадағалап, қызметкерлердің арасында жұмыс көлемін тең бөліп беретін өндірісте қолданылатын әдіс немесе жүйе. Мысалы, то есть бұл да ұқсайды скрам жүйесіне, негізі скрам жүйесінің күрделі түрі деп айтсақ та болады. Канбанның тарихы ол, яғни ең бірінші 1959 жылы Toyota компаниясында, жапондық Toyota компаниясында қолданылған. Ол өз нәтижесін берген соң 3 жылдан кейін 62 жылы бүкіл өндіріске қолданды. Канбан жүйесі көбінесе осы материалды производствода, яғни материалдық өндіріс орындарында өте жақсы қолданылады. Бірақ осы Дэвид Андерсон деген жігіт мырза, кісі, аға 2005 жылы осы по разработкада программное обеспечение жасайтын кезде осы канбанды енгізе алды. Оған дейін канбан жаңағы IT саласына вообще қатысы болмаған ұғым болатын. Сол кезде енгізіп, ол өзінің жаңағы осы канбан жүйесінің жаңаша түрін алып келді десек болады. Яғни Toyota'да қолданған канбан мен Nakis'ның жасаған канбаны екі түрлі десек те болады. Яғни бұл кісі не істейді? Бұл кісі 30 жыл тәжірибесімен өзінің Microsoft Motorola'да осы программное обеспечение разработкасы бойынша өте керемет нәтижелерге жеткізді. Канбанда осы біз білеміз, канбан яғни доскалар көбінесе қолданылады. Бірақ негізі канбан десек, доска есімізге түсуі ол өте қате ұғым. Бірақ негізі канбанды, өйткені канбанда оның артықшылықтарын қазір көрсете кетейік. Оның артықшылығы оның тапсырмаларды визуалдық көмектеседі жаңағыдай. Қызметкерлердің қандай және қанша жұмыс жасап жатқан белгілі болады. Яғни доскада көрініп тұрса, мысалы бізде Trello болса, сосын жұмыс ағынын көріп, осал тұсты анықтай аламыз. Қазір айтам ол жайлы, есеп жүргізу арқылы жұмыстың өнімділігін арттыруға болады. Мысалы, жұмыс ағынын көріп, осал тұсты анықтай аламыз дейді. Бұны қалай анықтауға болады деген ұғым болады. Мысалы, канбанда WIP деген ұғым бар, work in progress. Бұл жерде, яғни бір қызметкерге, бір сотрудникке берілетін максималды тапсырмалардың лимиті. Мысалы, бізде канбан доска болатын болса, егер канбан доска болатын болса, бұл жерде мысалы егер разработчик номер 1, разработчик номер 2 болатын болса, мына жерде бір канбан доскада WIP мысалы 3 болуы мүмкін. 3 болатын болса, то есть тек қана 3-ақ задача тұруы мүмкін осы канбан жүйесі бойынша. Одан артық біз қоя алмаймыз. Енді қараңыздар, бірінші разработчик өзінің жұмысын жасап жатыр. Ол одан кейін келесі фронтенд разработчик болса, ол бэкэндке беруі мүмкін. Бэкэндке де ол мысалы не болуы мүмкін? WIP ода 2 болуы мүмкін мысалы. Өшіре салайын, 2 болуы мүмкін. Енді қараңыз, мынау 3 задачаны жасап тастады, жасап тастадыдан тағы да бір алайын десе ала алмай тұр. Өйткені мына жер оны стап тұр, екінші бэкэнд разработчик. Получается, бізде узкое месте деген ұғым бар, яғни біз осал тұста табамыз. Осал тұс екінші разработчик, бэкэнд разработчик. Получается. Сонда канбан арқылы біз осал тұсты анықтау өте жеңіл, оңай болады. Келесі жаңағы нәрсе айтатын болсақ, жұмыс ағынын есеп жүргізу арқылы жұмыстың өнімділігін арттыруға болады дейді. Енді әр разработчик өзінің жұмысының өнімділігін арттыруға осы жерде ойлана бастайды. Өйткені ол өзінің жылдамдығын көре бастайды. Сіздер мынандай ойға келсеңіздер ме, есептелмесе, сіздер есептелмейтін нәрсені дамытуға мүмкін емес деген. Есептелмейтін нәрсені сіздер дамытуға мүмкін емес. Мысалы, сіздер айтасыздар, мен кітапты жылдам оқуды дамытқым келеді дейсіздер. Бірақ сіздер оны есептемесеңіздер, ешқашан дамыта алмайсыздар. Сіздер айтасыздар, мен қазір 1 минутта 300 оқимын, 300 сөз оқимын. Енді деп есептейсіздер ғой. Одан кейін бар дамытып 320 сөз оқитын болсаңыздар, мен 20 сөз уже жылдам оқитын болдым деп түсінесіздер. Сол сияқты, егер разработчиктердің біз әр жасаған жұмыстарын есепке алып отырып, оларға story point болмаса салмағын есептеп қойып отпасақ, олар разработчиктер олар өспейді ешқашан. Олар просто задача орындап жүрмін деп ойлап қалады, и көзге көрінбеген соң олар дамуды да көзге алмайды ешқашан. Сол үшін разработчиктер даму үшін, проектінде жылдам жүру үшін біз осында есепке алу, канбан жүйесін қою өте маңызды. Кемшіліктері бар канбан жүйесінің. 7-8 адамнан артық болса, уже канбан сәл өзінің икемділігін, актуальнысын жоғалтып алады. Ұзақ уақытқа жоспар құра алмайсыздар канбанмен. Канбанға жаңағыда 2 апта, 3 апталық канбан қойсаңыздар болады. Енді 2-3 айлық жаңағы спринт сияқты, скрам сияқты қоя алмайсыздар.
үшінші ол көп тапсырмалы үлкен жобаларға арналмаған дейді. То есть мысалы Kanban основном жаңағы көбінесе производствода қолданады дедік қой. Производствода қандай бір қызметкерде негізгі бір ғана задача болады. Мысалы көлік шығаратын болса, көліктің мысалы дөңгелегін салу деген бір адамда бір ғана задача болады. Ол соны ғана салады. Яғни бір адамда 5-6 түрлі задача болатын болса, оны қою, Kanbanға қою өте қиындау болады. Мүмкін, бірақ қиын. Және жаңа жобалар жасауға келмейді дейді. Мысалы Scrum'да көбінесе Scrum'ды жаңа жобаларға қолданатын болса, мысалы допустим бізге айтады, новый проект бар, осыны запуск жасау керек 2 айдың ішінде. Сол кезде біз қажетті ресурстарды жинап, өзімізге керегін алып аламыз, жаңа new project, яғни жаңа проект жасай аламыз. Scrum'да көбінесе жаңа техподдержкаға, болмаса жаңа жасалып қойған проектіні уже соны дамыту жұмыстарына көбінесе біз қолданамыз. Kanban әдісі ең алдымен жұмыс проблема осы жерде. Проблема Kanban бір жақсы жері Kanban'ды қолдану барысында ол процесс болезненно болмау керек. Яғни процесс ішіңнің жаңағы несіне, нәпсісіне тиіп кетпеу керек, бұрыс айтқанда. Мысалы айтатын болсақ, көп компаниялар қатесі осы. Оға келеді дағыны, біз Kanban'ды қолданамыз дейді дағыны, мысалы жұмыс жасалған процесті, какой-то бір процесс жұмыс жасап отыр, ағым болып жұмыс жасалып отыр компанияда, олар барады дағыны, мысалы былай барады деп бір жүйе салады. 80 градусқа, 90 градусқа, 20 градусқа вообще процессті вообще айналдырып тастайды, миын ашытып. Ол дұрыс емес. Kanban'ды алып келген кезде, Kanban осы жасалып жатқан осы процессті просто осыны прозрачный жасау керек. Просто оны есепке алатындай, компьютерге түсіретіндей жасап қоясыздар. Бірінші ең алдымен Kanban'ды енгізу үшін. Процесс ол прозрачный болады. Барлық сотрудниктер өзі жасап жатқан сияқты жұмыс жасай береді. Бірақ осы процесс уже алғаннан кейін сіздер уже жаңағы осал тұсты көресіздер, мына жерде дұрыс емес екенін көресіздер, мына разработчик, мына қызметкердің дұрыс жасап жатқан дұрыс жұмыс жасамай жатқан көресіздер. Одан кейін жай ғана 10%-дан, 15%-дан өзгерте бересіздер. Осы процессті. Сонда ғана сопротивление болмайды қызметкерлерден. А то қызметкерлер жаңағы неғылады, қарсылыққа шығады. Неге олай, біз болмайды ғой, біз үйреніп қалғанбыз ғой, дұрыс емес қой деген сияқты. Сол үшін ал енді жаңағыдай мен 90% өзгертіп тастаймын, мен былайша жасап тастаймын дейтін проект менеджерлер болатын болса, олар диктатор болуы міндетті болады. То есть ол айтады, мен істеймін, жұмыс керек па, пожалуйста, қаласын, керек емес па, есік ар жақта деген сияқты ұғым болады да. Ол дұрыс емес ұғым әрине. Жалпы Kanban'ның құралдары ол жаңағы Scrum'да көбінесе Jira'ны қолданатын болса, Kanban'да Trelo'ны, жаңағы Haiger, сосын Meister Task деген қосымшалар қолданады. Және енді қарап отырсаңыздар, Kanban мен Scrum'ның разницасын түсіп қалған шығарсыздар енді. Бір сөзбен айтқанда айтатын болсам, Scrum ол автобус сияқты, біздің Алматы қаласының автобустары сияқты. Сіз отырдыңыз ба? Болды, келесі остановка барғанша тоқтамайды. Тоқтап, сосын барып түсіп, сосын барып задачаларды жұрыстап реттей аласыздар. Ал Kanban ол сізге икемді, более гибкий болады, гибкий метод болып саналады. Ол жер такси сияқты, қалаған жеріңізден түсесіз, қалаған жеріңізден мінесіз, ішіне қанша адам саласыз, жолдан тоқтатып тұрып бір адамды тағы салып алсаңыз болады. Яғни Kanban'да задачаларды уақытылы қосып отырсаңыз да болады. Бір сөзбен айтқанда. Бірақ командалық 8-ден аспау керек. Біз енді қазір Pixoft қандай жүйені қолданады деген сұрақты сіздер туындауы мүмкін. Біз екі жүйені де қолданамыз. Бізде қазір Мақсат мырза айтып кеткендей, Kanban жүйесі мен Scrum жүйесінің екеуін қолданамыз. Бізде қазір екі жоба бар, USKZ және iStudy.kz деген. USKZ-те біз Kanban'ды қолданамыз. Міне көріп отырғанда біздің разработчиктердің Trelo'дағы несі, Kanban жүйесі. Бұл жерде жаңағы WIP бар бізде. Әр задачаның салмағы бар. Сол задача бойынша біз story point береміз. Оны қызметкерлер жасап дедлайны үлгеру керек. Үлгермесе біз оны есепке аламыз. Солай есептейміз. Ал iStudy бойынша бізде қазір Dias разработчик бар, бір ғана разработчик бар. Ол Scrum жүйесінде жұмыс жасайды. Яғни оған 2 айға или 1 айға алдын ала задачалар беріліп қояды. Оған ешкім жақындамай, тиіспейді, өзімен өзі сол 1 айда бітіру керек болады. Енді сіздерге разработчиктер ретінде сіздерге қандай жүйе ыңғайлы болатын еді? Scrum әлде Kanban? Спринтте жасаған жақсы ма или Kanban'да жасаған жақсы ма? Көбінесе Scrum'да жасаған дұрыс сияқты. Мысалы сіздерге задача бере салады, и сіздер 1 ай бойы сізді ешкім тиіспейді, и сіздер новый продукт жасап жүресіздер. Бір пункт ұмытып кеттің ғой. Scrum'да daily деген болады, жаңа көрдің ба? Daily деп тұрды. Иә. Ол daily деген, бүкіл Scrum команда азында, мысалы бір уақыт таңдайды күніне. Иә, талдайды. Не істеді, кеше не істеді, жоқ талдамайды, кеше не істеді, бүгін не істеді, сонымен бөліседі. И
сол команданың мысалы вообще бір біріне қатысы Иә. жоқ болуы мүмкін мысалы. Иә. Олар біліп отырады, бір кеше не істеді ол, мынау не істеді. Солай бір бірімен сөйлесіп отырады. Иә, ондай Енді бір ай өзім не істесем осы істеймін деген сөз емес та енді айтып иә, негізі жоқ. Ондай бар, иә, міндетті түрде ондай болады. Өйткені проект менеджерлер оны қадағалайды. Бірақ жалпы айтқанда жаңағыдай не бойынша, спринт бойынша оған қатты задачалар қосып бермейді үстінен скрамда. мынау былай ғой жаңағы гайд дедің ғой, скрам гайд. Иә. Ну болады ғой былай скрамды алып алып ішінен waterfall'ды да канбанның да нелерін табуға болады да. Иә. Енді мысалы қараңыз, енді канбанда бізде канбан мынау таза канбан деп айтуға болмайды мына канбанда. Өйткені канбанда көбінесе story point емес, басқа бір тапсырманың орта балын есептейді. Ал біз мынау оның скрамның story point-ын алып канбанға алып келіп қойдық та, өзіміз бір андай гибридный канбан болып саналды. Енді бізде қазір KPI деген ұғым бар, иә? Ключевые показатели эффективности дейді, орысша айтқанда, яғни кірттік жаңағы адамның жұмыс жасауының кірттік көрсеткіштерін көрсетеді, яғни не қай жерде ол дұрыс жасады ма, жасамады ма нақты қоямыз. Бізде мысалы разработчиктер болатын болса, осындай SPO деген бар, мысалы ол бір айда мысалы 162 бірінші бағдарлама үшін 162 SP жинаған, бірақ ол негізі 144 норма жасау керек болған. То есть ол 112% артық жасап тұр, получается. Екінші разработчик ол 138 жасаған, нормадан төмен болып қалды 95%. Үшінші разработчик 91% деген сияқты. Осылай жұмыс жасай береді. Яғни соңында осы KPI есептеп біз разработчиктердің олардың өсуінің дамуына біз осылай мотивация да бере аламыз, болмаса ескертулер бере аламыз. Айтпақшы, көбінесе канбан жүйесін проблема жаңа өндірісте де жақсы қолданады дедік қой, канбан, скрамды, канбанды өндірісте жақсы қолдануға болады. Бірақ жаңағы творчестволық мамандық иелеріне осы қолдануға қиын деп айтады. Бірақ программисттің өзі творчествомен айналысатын мамандық емес пе? Иә? Дұрыс па? Дизайнер де сондай. Мысалы біз разработчиктерге бір задача берген кезде біз дедлайнды біз қоймаймыз ғой, сен 5 сағатта бітір деп. Разработчик оны өзі бағалау керек. Дизайнер сияқты. Дизайнер де өзі бағалайды ғой. Ондай емес па? Менің ойымша негізі графический дизайнер, творческий профессия айтса болады. Бірақ веб-дизайнер 60% творчество болса, 40% это основные правила, которые надо соблюдать. Иә, әркімнің ойы әртүрлі. Мына жерде мысалы мынандай ғой. Мысалы UI, UX, именно UX дизайнда прям ғашыққа ұшудың қажеті жоқ та. Ол жерде определенный задачалар бар, соны шешілсе болды. То есть оны дизайнда түрлері бар ғой. Иә. Жаңа кім айтып кеткендей, графический дизайнда. Онда сіздерге белгілі ғой. Получается, 60% по факту есептеуге болады, 40% есептей алмаймыз. Относительно алда. Уақытына байланысты жұмысты жасай ала ма, жасай алмайды ма деген сияқты. Иә, мысалы мынандай ғой. Мысалы, в принципе, мысалы сіздерге задача қойған кезде дизайнерлерге сіздер дедлайнды қалай анықтайсыздар? Сіздерге біреу анықтап бере ме, әлде сіздер өздеріңіз анықтайсыздар ма? Мысалы, бір сайт жасап заказ келді дейік, соған референстерге максимум 3 күн дейді, примерно, соған 3 күн келеді. Дальше уже барлық информацияны жинағаннан кейін референстер бойынша уже система бойынша жұмыс істейсіз, по блокам, по сеткам, вот это вот все. Там уже дедлайн қойылған болады негізі. Болады, Менің ойымша. иә, түсінікті. Мынандай нәрсе ғой, жаңағыдай, мысалы сіз жаңа референстерге 3 күн құртатын болсаңыз, біреу референс іздемейді. Өйткені ол опытный дизайнер деген сияқты ғой. Дұрыс па? Иә. Мысалы біреу іздемейді, мысалы біреу просто уже білет клиентке не керегін. Сразу тауып алады да, соны қолданады да, ұра береді. Допустим, ол кезде қалай болады? Мысалы, сол үшін бір орта есепті анықтау үшін бәрібір жаңағыдай. Оған былай есептеген дұрыс сияқты да. Мысалы, дизайнерлерде тоже бөлінеді ғой, программистер сияқты. Junior, middle и senior болып. Иә. Өйткені мысалы арт директор болып бөлінеді да. Солардың компетенциясына байланысты қою керек шығар ол нәрсені. Иә. Мынандай ғой. Бұл жерде енді мынандай нәрсе бар. Менің ойымша, мысалы, норма бар ғой мына жерде. SP-ден көрдіңіздер ғой. Бізде мысалы мынау 3 разработчик мысалы нормасы 1 болғанмен, значит, деңгейі 1 деген сөз. Ал сіздерде уже норманы басқалай қоя аласыздар. Иә, бұл енді және сіздер мысалы егер норманы бірдей қойып, және әр задачаны несін уақытына қарай берсеңіз болады. Мысалы мына жерлерде мысалы сіздер мысалы дизайнерлер мысалы мына жерде мен
20 не беретін болсам, мысалы story point беретін болсам бір разработчикке, ал келесі разработчикке дәл осындай жұмысқа ол junior болған үшін мен 30 story point беру мүмкін, 10 story point, то есть 10 сағат қосымша беру мүмкін. Сіздер де дәл сондай жасай аласыздар. Яғни енді junior дизайнерге сіздер бір вейникін жасауға бір апта бере аласыздар, middleға 4 күн бере аласыздар, seniorға 2 күн бере аласыздар. Сіздерде story point-ты уақыт қылып көрсетіп отырсыз. Иә. Неғұрлым story point көп болса, уақыт көп деген сөз дейді ма? Иә. Ол жерде философия мына жерде мынандай болады мәселе. Мысалы, допустим, KPI не үшін жасалады? KPI ол жалақыға байланысты қойылатын болады. Яғни KPI адам көп болған сайын жалақы көп алатын болады деген сөз. Ал енді KPI-ді көбейту үшін не істеу керек? Ол көп story point жинау керек. Көп story point жинау үшін ол берілген уақытты, жаңағы мысалы 144 SPO жасайтын болса бір айда, ол мысалы 170 жасаса уже каким-то образом KPI көбейеді, дұрыс қой. Бірақ 170-ті қалай жасайды деген сияқты, ол алған задачаны ертерек бітіруге тырысу керек. То есть біз оған міндеттемейміз, біз 144 SPO өте нормативный SPO саналады. Ол ешқандай жаңағы напряжениеде жұмыс жасамайды. Просто азында келіп 9-да, сағат 8-6-да кететіндей жасайды. Егер оның білімі жетпесе, оның несі жетпесе, ол әрине қиналады, түсінікті ол нәрсе. Ал егер білімі жетіп тұрса, бәрі жетіп тұрса, ол уже 144 SPO-ны қиналмай жасайтындай жасап қоямыз. Осы маңызды, өте маңызды. Проект менеджерлердің жаңағы ол міндетіне кіреді. Сондай комфортты жұмыс жасауына қадағалау керек. Ол жанып кетпеу керек, разработчиктер, дизайнерлер жанып кетпеу керек. Иә, мен бітпей жатырмын деп. Ал бірақ көбінесе негізгі скорості 144 емес, 160 болуы мүмкін. Разработчиктер немесе жаңағы сотрудниктердің. Біз сәл аз қоямыз, чтобы ол комфортно сезіну үшін өзін. Енді 160-тан ол көп жиналса, 170 жиналса, значит ол KPI жоғары, значит ол өзінің артық жаңағы мотивациясы бар деген разработчик болып саналады и даму жұмыс жасалынады. Бар кім ой отыр? Бұны жалпы талқылағаны или бұны мысалы бізде вот отдел дизайнда мен нақты білмедім, бізде отдел дизайнда канбанды енді бір апта болды ма, қанша уақыт болды қойып жатқанына? Жайлап енгізіп жатыр. Ал бізде уже бір айдан асып кетті. Бізде разработчиктердің өзі қояды. Разработчиктер сол үшін біз көрдіңіз бе? Сол үшін мысалы задача разработчик, бірақ ол қойған дедлайнына проект менеджер қарайды. Team lead қарайды. Яғни ол мысалы дұрыс адекватный дедлайн қойды ма? Мысалы артта бір лендинг пейджде мен 2 апта жасаймын деп айтып қойса, конечно дұрыс емес. Өйткені средний уақыт ол 5 күн ары кеткенде деген сияқты, или сондай бір блоктарға қарап ол бағаланады. Сол бағалауды дұрыс жүргізу үшін проект менеджер немесе team lead әрдайым қарап отырады. Сұрақтар? Біздің команда, Tipsoft командасы осы.